Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте оңай рецептте пряники дайындаймыз. Ал кеттік. Бізге керегі бір бокал сүт, оған бір дана жұмыртқа, 10 ас қасықпен секер салып, секеріміз ерігенше жақсылап тұрып, ыдысымызда былғаймыз. Енді оған бізге 2 бокал ұнымызды саламыз, ситадан өткізіп, содан кейін 2 ас қасықпен какаомызды ситадан өткіземіз. Сосын бізге керегі 1 шай қасықпен разрыхлитель, сосын жарты шай қасық тұзымызды салып жақсылап былғаймыз. Былғап болған кезде бізде тестомыз қою консистенция болады. Оған 5 ас қасық майымызды қосамыз. Майымызды қосып былғаған кезде бізде өте бір қоймалжың тесто шығады. Сол кезде қолымызды ұнға былғап, пряникиміздің формасын келтіріп, пергамент қағазына саламыз. Енді пряникиміз дайын, оны 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Пряникиміз пісті, өте оңай, өте жұмсақ рецептпен пісті. Үй жағдайында пісіріп көріңіздер, өте дәмді. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдағандарыңыз үшін өте рахмет.